Достар, барлықтарына сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біздерде алашаманаты күйін үйренудің екінші және де соңғы сабағы. Егер де бірінші сабақты көрмеген болсаңыз, мына жерден басып көре аласыздар. Ендеше мен сіздерге қазір ойнап берейін. Бүгінгі өтетін бөлімді сосын үйренуді бастаймыз. Енді бастайық. Бұл жерде біздерге ең бірінші назар аударатын нәрсе бұл қағыс. Біздерде бұл жерде триоль деген қағыс бар. Мына жерде получается төмен, жоғары, жоғары. Үш қағыс бұл жерде. Былай жүреді. Бірінші төменге, одан кейін бас бармақ, одан кейін мынау. Егер көріп тұрсаңыздар, жоғары ұрғанда мен тек бас бармақтың өзімен ұрам, алақанымыз ашылады. Одан кейін мына жақта мынамен ұстаймын. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мына созақпен ұрғанда жағымен ұрмаңыздар, көбісі солай қателік жасайды. Ішкі жағымен ұрамыз. Ішкі жағымен секунд етеміз. 1, 2, 3. 1, 2 ашып жіберемін алақанды. 3. Егер де сіздерде бұл шықпай жатса, басында мынандай жаттығу жасауға кеңес беремін. Ең бірінші былай төменге ұрып, сосын жоғары ұрған кезде бас бармақпен, андан былай ұстап қалыңыздар. Мына жерде 1, 2 ашамыз, ұстап қаламыз. Одан кейін жоғары ойнаймыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Осылай бірнеше рет жасап, триоль жасап үйреніп алыңыздар. Содан кейін бүгінгі сабақты үйренсеңдер болады. Так, бастайық. Бірінші біздер деп ойнаймыз. Бұл жерде тек қана астыңғы шекте басамыз біздер пернелерді, үстіңгі шегіміз ашық болады. Былай ойнаймыз. То есть, мына жерде біздер бірінші ашық, сосын мына жерде 8-ші пернені басамыз, жоғары ойнаймыз. Вот түсінікті деп ойлаймын. Одан кейін 7, 8, 10 деп ойнаймыз. Жаңағы триольмен. То есть, бірінші триоль сразу басталады. Сосын 7, 8, 10. Екеуі триольмен ойнайды. Одан кейін 10 ойнаймыз қағыспен и 7 ойнаймыз қағыспен. Төмен, жоғары. Одан кейін 8, 8, 7, 8, 8, 7 деп ойнаймыз. Триольмен. То есть 8, 8, 7, 8, 8, 7. Осылай. Енді басынан бастайды. Одан кейін 5-ші пернеге ұрамыз, төмен ұрамыз қағыспен и ашамыз жоғары. Тағы. Келесісінде біздер деген бас бармақты қосамыз, қалған басқалары өзгермейді. Еш нәрсе, тек қана бас бармақ қосылады. Сосын мына жерде кішкене бір өзгешелік бар. Айтамын қазір. Дәл жаңағыдай ойнаймыз. Бас бармақ қосамыз. Одан кейін, мына жақта біздер 5 тұтадық қой бағана. Мына жақта бас бармақты 7-ге ұстаймыз да, төмен и ашамыз. Тағы да төмен, жоғары. Яғни 8-ші пернеде тұра береді бас бармақ. 7, 8, 10, 10, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7. 7 мен 5, төмен ашамыз. Енді екеуін қосайық. Бірінші. Екінші. Одан кейін біздер бас бармақты 10-ші пернеге келеміз. Мына жақта 8-ді басамыз. Біз былай ойнаймыз. Бір ойнап шығайын. Так, бұл жерде 8, 10, 12 деп ойнаймыз. Триольмен. Сосын тағы да осы жерде тұра береміз, триоль ойнаймыз. 8, 10, 12, 12, 12, 12. Одан кейін 12-ні төмен ұрамыз да, и 10-ні төмен ұрамыз.
Одан кейін 12-де 13-ке барамыз былай. Деп ойнаймыз, то есть 12, 13 триоль ол жерде. Одан кейін қайтадан 12-ге келеміз да, та деп ойнаймыз. Так, 12, 13, 12. Мынадан бастайықшы басынан. 8, 12. 8, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 10. 12, 13, сосын қайтта 12, 10. Одан кейін 10-ды төмен тұрамыз да, 7-ге кетіп қаламыз. 7 мен 8 бірге ұстаймыз. То есть қағыспен 10, 7. Тағы да 8. Одан кейін бұл жерде былай ойнаймыз. 7-ге шыққаннан кейін 8-ден 10-ға ойнаймыз. 8, 10, 7. Екі рет трио ойнап тұрмын. 8, 10, сосын 10, 7. Содан кейін барып, мынандай қағыс ойнаймыз. Ой. Қағысы мынандай болады. Та-та-та-та-та-та-та-та. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. 8, 7, та-та-та-та. Сосын барып, 7, ой, 5 қашамыз. Та-та-та-та-та-та-та. 5 төмен, яғымыз. Окей. Басынан бастайық, бұлардан қайтта ойнайым. Сосын екінші рет қайталаймыз. Сосын барып қайтадан түседі мына жерге. Екінші рет қайталайды мына жерге. Ойнап болғаннан кейін барып келесі соңғы бөлімі болады мынандай. Бұл жерде қалай ойнаймыз? Триольмен ойнаймыз. 5, 8, 7, 5, 8, 7 деп екі рет қайталаймыз. 5, 8, 7, 5, 8, 7. Сосын барып қағыспен 5, 7 деп ойнаймыз. Төмен жоғары. Сосын екінші рет қайталаймыз. Үшінші рет қайталаймыз. Бар. Та-та-та-та-та. 5 қағыс ойнаймыз. Та-та-та-та-та. Деп аяқтаймыз. Мінекей достар, бүгінгі видеода алаша мұнатын толықты үйрендік. Егер де сіздерге сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Ендеше бағыттарыңызға сәттілік, және де келесі сабақта көріскенше.